Хазіреті Али радиаллаху анху пайғамбарымызбен бірге жүргенімде ағаштар мен тау тастар «Әссәләму алейка я Расулалла» деп сәлем беруші еді дейді. Тіпті кейбір риуаяттарда бойын иіп сәжде етуші еді. Және әйгілі оқиғада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм қасиетті мешітте Жизу'ул-Нахл деп аталатын ескі бағанаға сүйеніп құтпа оқушы еді. Жаңа мінбер жасалғаннан кейін сонда көшкен болатын. Әлгі бағана сол қоштасуға шыдай алмай, буаз түйедей боздап, тіпті қодас сияқты жылап мешітті шайқалтып жіберді. Оның жылағанына қосылып жылағандар да болды. Пайғамбарымыз мен оны құшақтап жұбатпағанымда қияметке дейін жылай берер еді деді. Мен оны құшақтап жұбатпағанымда қияметке дейін жылай берер еді деді. Осы уақиғаға қатысты Хасан әл-Басри осы мөжизаны шәкірттеріне айтқан сайын жылап былай дейді екен. Қу ағаштың өзі ыстық ықыласын, махаббатын білдірді. Сендер одан да көбірек ықылас, ынта көрсетуге тиіссіңдер. Сендер одан да көбірек ықылас, ынта көрсетуге тиіссіңдер. Апырмай, тау-тас ағаштар пайғамбарымызды мойындап, оған сәлем беріп, әмірлеріне мойын ұсынып бағынып тұрса, өздерін адаммын деп санаған кейбір жандар пайғамбарымызды танымаса, оған иман етпесе, қураған ағаштан да қу отындай құнсыз болып, отқа жануға лайық болмай ма?